Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Біз өткен сабақтың екінші бөлімін өтейін деп отырмыз. Естеріңе түсіріңдерші, өткен сабақта біз не өтіп едік? Дұрыс, мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын өткенбіз. Мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын атақты ғалым Вавилов жасаған болатын. Есімізге түсірейік, ол кісі көптеген тұқымдарды жинаған. Сөйтіп, мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын бізге анықтап берген. Енді осы Вавиловтың еңбегін тағы ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз үй хайуанаттарының шығу орталықтары деп атайды. Ол үй хайуанаттары дегеніміз не? Ол қолға үйретілген жануарлар. Қолға үйретілген жануарларға не жатады? Оны бәріміз білеміз. Ол ірі қара, ұсақ мал, шошқа, ит, ешкі, одан басқа кептер, күрке тауық, үйрек, қаз. Балалар, білесіңдер ме? Тіпті біздің тоғандарда қолдан өсіретін балықтар да осы қолға үйретілген жануарлар болып саналады. Одан басқа сендер білесіңдер, қолға үйретілген жануарлардың екі жәндіктер кіреді. Біреу бал ара, екінші жібек көбелегі. Бұлар да қолға үйретілген болып саналады. Ал енді кейбір кезде сендер зертханалық жұмыстарда егеу құйрықты тышқандарды қолданатынын білесіңдер. Осы егеу құйрық тышқандарды да қолдан өсіреді. Енді тақтаға қарасақ, біз тақтада 3 графаны көріп тұрмыз. Ол бірінші орталықтар атауы, екінші ол орталықтардың географиялық орны, үшінші ол жерден шыққан үй хайуанаттары. Енді мынаған назар аударыңдар балалар. Мен ит, тауық деген, балара, ірі қара деген сөздердің астын сызып қойдым. Неге астын сыздым? Себебі олар бір ғана орталықтан шыққан жоқ. Олардың бірнеше шыққан орталықтары бар. Сондықтан қайталанатын болғандықтан мен олардың астын сызып қойдым. Енді орталықтардың атауына қараймыз. Біздің алдымызда 8 орталық тұр. Ол Қытай Малай орталығы, географиялық орны, сендер білесіңдер, географиядан, картадан көріп жүрсіңдер. Олар Вьетнам, Лаос, Таиланд, Шығыс Қытай кіреді. Ал ол жерден қандай жануарлар шықты? Тауық, үйрек, жібек көбелек шықты. Бағана жібек көбелегі қолға үйретілген жәндіктерге жатады дедім. Екінші үнді орталығы. Ол айтпаса да түсінікті. Үндістан кіреді, солтүстік Пакистан, Бирма, Непал кіреді. Ол жерде буйволдар, ит, тауық, үнді мысығы және бал ара үйретілген. Үшінші оңтүстік және батыс Азия орталығы. Бұл солтүстік және шығыс Түркия, Сирия, Иран, Ирак, Кавказ, Афганистан кіреді. Оларда ірі қара, қой, ешкі, шошқа, сыңар өткешті түйе, кептер, балара сол жерден шыққан. Қараңдар, балара екінші рет кездесіп тұр. Сонда балараның шығу орталығы оңтүстік және батыс Азия орталығы және үнді орталығы болып тұр. Төртінші жерорта теңізі орталығы. Ал енді жерорта теңізі орталығына әрине жерорта теңізі маңы елдері кіреді. Ол жерде не өсірілді, не шығарылды екен? Ірі қара, жылқы, қой, шошқа, үйрек, қоян және нілдік қаз шығарылған. Бесінші Африка орталығы. Ол Африка орталығының географиялық орны солтүстік және шығыс Африка елдері болып табылады. Олардың сол жерден шыққан жануарлар түйеқұс, мысыр тауығы, ит, есек, шошқа. Итті, есекті, шошқаны да мен астын сызып қойдым. Енді шошқаға қарасақ, осы жерге шейін шошқада 3 орталықтан шығып тұр. Оңтүстік батыс Азия орталығынан, одан соң Африка орталығынан шығып тұр. Ал енді жерорта теңізі орталығынан міне шошқаның шыққанын көріп тұрсыңдар. Сонда бір жануардың бірнеше шығу орталықтары бар. Одан кейін 6-шы оңтүстік Америка орталығы. Оңтүстік Америка батыс жағалауындағы елдер кіреді. Оларға лама, альпака, күрке тауық, теңіз шошқасы сол жерде шыққан.
7-ші Африка елдері орталығы. Оның географиялық орны солтүстік және шығыс Африка елдері. Ол жерден түйе құс, мысыр тауығы, мысық, ит, есек, шошқа шыққан. Ең соңында Азия орталығы. Оның географиялық орны Азия, Орта Азия елдері. Ол жерден не шығыпты? Ол жерден Қазақстанда өзіміз өсіріліп жатқан жылқы, түйе, ірі қара, ешкі, қой шыққан екен. Міне балалар, біз бүгін 8 орталықты жіктеп алдарыңа алып келіп тұрмыз. Енді мына жерде қарап тұрсаңдар, біздің Қазақстанда барлығы дерлік өсіріледі. 1-2 жануардан басқа, бірақ олардың шыққан орталықтары басқа елдер екен. Біз соны ұмытпайық. Міне, сонда біз тақырыптың түйініне келсек, бізде қандай ғалым үлкен үлес қосты орталықтарды ашқан кезде? Николай Иванович Вавиловты ұмытпауымыз керек. Ол кісі тағы да қайталап айтамын, өткен сабақты тағы есімізге түсірейік. Ол кісі мәдени өсімдіктердің шығу орталығы мен қолға үйретілген жануарлардың шығу орталығын анықтап жазып кеткен. Ол кісінің еңбегіне құрметпен қарауға үйренейік. Міне балалар, бүгін осымен сабағымыз бітті. Көңіл қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.